Мәдениет, руханият, тәрбие. Мәдениет пен руханият құстың қос қанатындай егіз ұғым, бірін-бірі көркем етуші, толықтырушы қасиетке ие. Ал тәрбиенің түндігі түрілгенде руханият лебесіп, мәдениеттің сәулесі жылу сыйласа, жас ұрпақтың идеологиялық дерттерге шалдықпас, иммунитеті беки түсері даусыз. Сол үшінде құндақтағы сәбиге құндылықтың құнарын тарту, жас буынға ізгіліктің дәнін егу бүгінгі қоғамның алдында тұрған міндет дейді «Салт пен сана» кітабының авторы Сәкен Алдашбаев. Кез келген ұлттың өзіне тән мәдениеті, руханияты болатыны сөзсіз. Сол секілді біздің қазақ ұлтының да өзіне тән болмысына сай келетін, тереңнен тін алатын мәдениеті мен руханияты бар. Ал енді мәдениет дегеніміз әр ұлттың өзінің жергілікті жерінде табиғатына, байланысқан еліне, өзінің ұлы болмысына қатысты қалыптасқан амал әрекеттерден туындайтын нәрсе. Мәселен, біздің қазақтың ұлы мәдениетінде не жатады? Қонақжайлығы, ақжарқындығы, батырлығы, ерлігі. Ал енді сонымен қатар қандай да бір аспаптармен келетінде, ойын сауықтармен де келетін мәдениеттер бар. Олар домбырамен, қобызбен, немесе көкпар, ат жарыс секілді мәдениетіміздің қалыптастыратын негіздері бар. Енді осы руханият пен мәдениет және жазылмаған заңдылық, жазылған заңдылықтардың негізінде қоғамның тәрбиесі, ұрпақтың тәрбиесі шығады. Бұл тәрбие тінін негізін осы руханият пен мәдениеттен алып отырады. Сондықтан әрбір ұлттың өзіне тән, сонымен ғана ерекшеленетін тәрбиесі болады. Осы үш тармақтан құрастырылған алтын мұрамызды ұрпағымызға мирастап, бойына тәлім ретінде сіңіріп, ұлы қазақ ұрпақтарын шығара беруімізге, тәрбиелей беруімізге жазсын. Сан ғасырлық мәдениеттің қадіріне жете білу, ұғымнан қалған ғұрпынан қол үзбеу, саналы ұрпаққа аманат. Өз кезегінде үлкендерге де артар жүк ауыр. Ол ұлттық тәрбиесі.